Сәлем достар, сіздермен бірге мен Артеков 24. Бүгінгі біздің видеомыз керемет видео болайын деп тұр. Яғни құлақпен резинка қойып тартысу. Ал ендеше видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Кеттік достар. Міне өздеріңіз көріп отқандарыңыздай қарадағы братан және қызылдағы братан екеуі тартысып отыр. Қарадағы братанның түрін қарасаңыздар мықты болып тұр, кәдімгідей до конца тартамын дейді. Кім ұтады екен, өте қызық болайын деп тұр. Ал ендеше тартысып жатыр. Мықты. Қатты тартыс болып отыр. Бұл жерде қатты шайқас болып отыр десем қателеспеймін. Тартып жатыр. Ар жақта братан қарап тұр. Бәрекелді. Қарадағы шаш жоқ братан. 1-0 ұтты. Ал ендеше екінші жағынан тартыс басталды. Тартып жатыр. Кім ұтады екен? Қарада братан ба, аппана. Ай, не деген аянышты, қолы ашып кетейін деп тұр. Тартты. Не деген күшпен тартып дем алып жатыр. Келесіде кім шығады екен? Оппана. Бұл қателеспесем Джеймс Лэмп, әлем чемпионы құлақпен тартыстан, резинка тартыстан. Міне, өздеріңіз көріп отқандарыңыздай барлығын мықты тартып отыр. Аяусыз түрін айтсаңыздар, не деген түр. Кеттік. Негізі қиын достар. Бұл Eskimo Indian Olympic да болып жатыр. Братан күліп отыр өзімен өз. Аппаны. Аямай тартысып отыр бұл жерде. Өздерінің қарсыластарын бірде-бір ұтып жатыр барлығын. Ал бұл жерде Дэйв Берри қателей дұрыс оқыған шығармын. Тартыс болды, мықты. Құлағы ауырып қалған сияқты. Екінші жағынан тартыс болды. Не деген түрмен, артында братан қолын шығып отыр ар жақтан. Аппана. Мықты тартыс болып отыр әлде де. Екі братан. Оппана. Түсініспеушілік. Бірақ Дэйв Берри ұтты деп ойлаймын. Келесіде. Бұл жер финал қателеспесем. Міне финалда мәссаған 1-0 болды. Екіншісі аппан екен. Тағы да 2-0. Сіздермен чемпион, міне көздеріңіз көріп тұрсыздар. Сіздермен бірге болған Артеков 24. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Өздеріңіз достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.